1296 балаға арналған 10.000 квадратный метр ең үлкен мектеп. Кеше комфортты 2 мектеп салынды ғой, Балауса менен ауданы мен Деркөлдегі. Осы 2 мектептің ауданы олардың 15.000 квадрат метр, 50%-ке артық. Осыған дейін қалада ең үлкен мектеп еді, 4 қабатты. Енді қаладан тағы да осындай 2 үлкен мектеп бой көтерді, бұдан да үлкен. Өзге ұлт өкілдері арасында қазақ тілінен бірінші орын алып келді. Құтты болсын. Келесі сөз кезегінде Мұрат Сейілбекұлы өткізуге береміз. Жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру және қоғамда адалдық құндылықтарын дәріптеу мәселесі. Еліміздің болашағы енді сіздер екендеріңіз ешқандай күмән жоқ. Сондықтан мемлекетіміздің ертеңгі бүгінгі жастардың тәрбиесіне, білім деңгейіне, көзқарасына адалдық екенін үнемі атап келеді. Президент заң мен тәртіп әділетті мемлекеттің басты тірегі бұл әрбір азаматтың өмірлік қағидасына айналуы тиіс маңызды ұстаным. Негізгі бұл. Адал азамат деген заң құрметтейтін, әділдікті қолдайтын, еңбекті бағалайтын, қоғам алдында жауапкершілігін сезетін және кез келген әділетсіздікке бей-жай қарамайтын тұлға болып. Адалдық ең алдымен адаммен барлығы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің алғашқы қадамдары. Осы бағытта адал ұрпақ клубтарында рөлі өте ерекше. Бұл құқық сауаттылықты арттыруға, көшбасшылық қасиеттерін арттыруға және оны қалыптастыруға ықпал етеді. Бүгінгі сіздер тек мектеп оқушылар ғана емес, сіздер өз ортаңызға үлгі болатын тұлғаларсыздар. Жастар бұл бағытта үлкен үлес қосады. Ең алдымен әр адам өзінен бастау керек. Адалдықты күнделікті өмір салтына айналдыру қоғамның өзгертуінің ең тиімді және жеңіл жолы. Сонымен қатар құқықтық сауаттылықты арттыруда өте маңызды. Өз құқықтары мен міндеттерін жақсы білетін жас әділетсіздікке жол бермейді және заң талаптарын құрметтей біледі. Қазіргі таңда әлеуметтік желілердің ықпалы өте жоғары. Сондықтан жастар интернет кеңістігінде адалдық, әділдік, заң мен тәртіп құндылықтарын насихаттау керек және оны ажырата білу керек. Сіздердің ой-пікірлеріңіз, бастамаларыңыз құрдастарыңызға үлкен әсер тигізеді. Сондай-ақ еріктілік қозғалыстарына, қоғамдық жобаларға, дебаттарға және түрлі әлеуметтік бағдарламаларға қатысу арқылы жастар қоғамда өз үлесін және өзгерістерді енгізуге мүмкіндігі бар. Мемлекет басшысы ел болашағы адал әрі білімді жастардың қолында деп атады. Сондықтан бүгінгі жас буын тек білім ала қоймай, адалдықты, әділдікті және жауапкершілікті өмірлік қағида ретінде қалыптастыруға қажет. Құрметті жастар, құрметті көшбасшылар, әділетті Қазақстанды құру бәрімізге ортақ міндет болып табылады. Бұл жолда ең маңызды күш білімді, отаншыл және адал жастар. Егер әрқайсымыз күнделікті өзіміздің жұмысымызда, еңбегімізде тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ. Адалдық адамның биікке көтеретін ең асыл қасиеті. Барлықтарыңызға назарларыңызға рахмет. Қазіргі таңда осы бағыттағы өзіміздің көптеген заңнамалық тұрғыда сонымен қатар басқа да бастамаларымыз қазір өзінің жалғасын тауып жатыр. Соның аясында біз қазіргі жастарды қолдап, осы мемлекеттік қызметте, жалпы квазимемлекеттік секторда өздеріңіздің күнделікті өмірімізде сыбайлас жемқорлық көріністерін барынша төмендету бойынша жұмыс атқарады. Сол себепті менің өзімнің жеке позициям сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті бастау, жалпы балабақшадан мектептен бастау керек. Жас кезінен осындай тәрбие көрген адам кейін сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермейді деп есептеймін. Барлықтарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызға жауап берейін. Біздің осы жоғары сыныптың оқушылары бар. Сол оқушыларға сөз кезегін берейік. Біріншіден Орал қаласының номер 25 жалпы орта білім беру мектебінің оқушысы Кубаев Эльмир Ринатұлы.
мен номер 25 жалпы орталық білім беретін мектебінің президентімін. Сейчас глава нашего государства ведет трехвекторную политику. Білім – это знание. Были выявлены по 442 статье по АПНК. Это статья о нахождении несовершеннолетних вне дома с 6 до 22, вернее, с 22-23 часов ночи до 6 часов утра. Благодаря органам внутренних дел много правонарушений, много нарушений закона выводит этот клуб в основном дебатов, мыслей справедливого человека, справедливого Казахстана. Человек мыслящий, знающий законы, никогда себя не подвергнет правонарушению. Результаты контроля. Как я уже сказал, более 130 тысяч детей были возвращены домой в целости и сохранности благодаря органам внутренних дел, благодаря Министерству внутренних дел. Поэтому хочу выразить огромную благодарность за это Министерству внутренних дел. Дорожная безопасность. Недавно в конце апреля, начале мая департаментом полиции ЗКО было проведено огромное мероприятие, конкурс «Жас инспекторлар», молодые инспектора дорожного движения, в которых активно приняли участие и наша школа, заняв призовые места. Эти мероприятия направлены на то, чтобы ученики и дети знали свои права, знали правила дорожного себя в публичном общественном месте. Алгоритм контроля и защиты. В первую очередь сейчас по всему Казахстану огромное количество камер, оснащенных искусственным интеллектом. По комментариям Наримана Туривалиева, только в январе месяце было поставлено больше 300 камер по ЗКО с внедренным искусственным интеллектом. Что они позволяют? Они позволяют определять человека сразу, превентивно утверждать проблемы, которые могут совершиться в дальнейшем и так далее. Ну и к тому же практически каждая школа Уральска оснащена камерами, которые направлены сразу на реагирование департамента полиции. Менің авторлық жобам «Бала дауысы, әлем дауысы» жобасы аясындағы киберэтикет апталығы. Бұл апталық барысында біз яғни оқушылардың буллингтен және кибербуллингтен сақтануға, және де әртүрлі тренингтер, тимбилдингтер, түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыру арқылы оқушылардың құқықтық мәдениеттерін қалыптастырамыз. Және де сонымен қатар біз мектеп психологтармен өте тығыз байланыстамыз. Біз буллинг пен агрессияға қарсы жұмыстанамыз. Біз әртүрлі тренингтер, психологиялық оқушылардың бір-біріне сыйластықпен, құрметпен қарауына өз ықпалымызды тигіземіз. Және де тағы қоса кететін жай, жалпы қорытындылай келе, қауіпсіз және тәртіпті қоғамды бәріміз бірге қалыптастырайық. На самом деле интеллект деген бар ғой, внедрение искусственного интеллекта к обработке видеопотоков в каждом учреждении образования біздерде сондай тапсырма бар. Сол бағыт бойынша қазір 6 білім беру ұйымында искусственный интеллект кірді қазір. 4 университет, 2 колледж. Кеше біздерге көреміз. Чуть бір правонарушение бірдеме болса, сразу моментально бізде телеграм-каналға директорға, завучқа, сосын мектепте 10 камерадан бар, 60 камера бізде телевизордан көрініп тұр. Кеше де көрдім, мектептің алдында бала келе жатыр, бір топ бала арт жағынан велосипедпен кішкене бір соғы өтіп кетті. Сосын ары қарай өзі әзілді көріп өтіп бара жатыр. Бірақ искусственный интеллект оның бәрі фиксирует будет. Мүшесі боламын. Сұрақ, қазіргі қоғамда әлеуметтік желіде буллинг кең тараған, және ол жазалана ма және қалай жазаланады деп сұрағым келеді. Келген бұзушылық болсын, буллинг болсын, белгілі бір адамға қысым көрсету фактісі болсын, олар бойынша міндетті түрде шаралар қабылданады және тиісті тұлғалар жауапкершілікке тартылады. Қазіргі таңда заң мен тәртіп үстемділігі міндетті түрде қоғамның ең үлкен былайғанда жылжушы фактор болып табылады. Бұл номер 1 жалпы орта білім беретін мектебінің президенті болған. Енді сұрағым, қазіргі таңда қаламызда кейбір дүкендерде оқушыларға сатуға болмайтын нәрселер сатылып жатады.
солар туралы оқушылар қалай үлесін тигізе алады, оқушылар пайдаланбау үшін сол туралы айта кетсеңіздер. Ең жеңіл смартфондарыңызда бар шығар приложение. Заходите в госуслуги, обращение в полицию и подаете обращение. С приложения подаете. Ол болмаса сөйлеп тұрғаныңызда үйіңізге барғаныңызда ата-анаңыздан жатырсыз. Өздегі бір-біріне байланысып келіп жатыр. Осыған қатысты мен сіздерге ойымды қысқаша жеткізгім келеді. Ең бастысы мына адам күнделікті өмірде өте тиімді жұмыс жасауға дағдылану керек. Оған пайдасы көбірек тию үшін, өзіне де пайдасы көбірек тию үшін мен сондай арнайы курстан өттім. Жақында ол курс мемлекеттік қызмет академиясы бар, ол академиясында оқытып отырған бір жақсы мемлекеттік қызметтің бір жақсысы адамға лайсыз жұмыс жасауға жағдай жасайды да, өздерін оқытып, өздерін таныстырып, өздерін материалдық көмегін беріп, өздерін қорғап отырады әлеуметтік жағынан. Сол курсты жақында өттім, тайм-менеджмент, личный эффективность, тайм-менеджмент және жеке өмір. Осы курста өте жақсы материалдар бар. Соның ішінде адам жоспарын құруға байланысты стратегиялық ең алысқа жасайтын жоспар 10 жылдан кейін өзіңді қайда елестетесіз, қалай көресіз. Оны біздерде миссия деп атайды. Орта мерзімді жоспарлар, оларға проекті деп атайды. Ол 3 жыл, 5 жыл ішінде елестететіндігімізді көрсететін. Сосын қысқаша 1 жылға дейінгі құратын жоспарларды негізгі мақсат деп атайды екен. Осы мақсаттарды қою, таңдау тәсілдерін үйрететін сол курстың сабағында мынадай 5 неге деген тәсілді қолданып, өзіміздің мақсатымызды тексеруге қойылған деген тапсырма болды. Сол 5 негеге мен өзімнің жағдайымды сіздерге бөліскім келеді. Бірінші, мен қойған нәрсе байқағаным, бірнеше жаңа жоспар құруға болады, орта мерзімді жоспар құруға болады, бірақ адамның бір күндік жұмыс ритмі, бір күндік күн тәртібі, немесе қысқаша айтқанда режим, дүния деген ұғым бар ғой. Осы дұрыс жолға қойылмаса, басқа мақсаттарына жете алмайды. Сондықтан біз соңғы кезде мен өзім басшы ретінде апталық жоспарға қатты мән беріп, апталық жоспарға назар аударатын едім. Соңғы кезде мен ойлап отырмын, тиімділігін арттыру үшін маған күндік жоспар керек. Сосын мен жаңағы қай әрекет ішіндегі ең тиімді есептейсің деген кезде мен күндік жоспарымды өте күшті жолға қою деген тақырыпты өзіме қойдым. Сосын енді 5 неге арқылы соны тексересің. Toyota компаниясының басшысы шығарған тәсіл бар ғой, 5 неге деген, почему деген. Сол біріншіден, неге сіз күндік жоспарыңызды күшейткіңіз келеді, тиімділігін арттырғыңыз келеді деген сұраққа мен былай деп жауап бердім. Елім жұмысын өнімділігі артады. Жұмыс өнімділігінің артуымен менің табысым молаяды. Содан кейін екінші, табысыңыз молайғаныңыз үшін не үшін керек деген екінші сұрақ. Ол сұрақта мен табысымның молайғаны мен отбасымды асырауға, ерте жететін отбасының қажеттіліктерін алаңсыз жаңағыдай қамтамасыз етуге көмегін тигізеді деп жауап бердім. Ол сізге не үшін керек деген кезде, сонда мен алаңсыз өзім қоғамға қызмет етемін деген жауапты бердім. Алаңсыз қоғамға қызмет ету сізге не үшін керек деген кезде, мен себебі әке-шешемнен алған тәрбие, өскен мектебінен алған тәрбие бойынша мен қоғамға қызмет еткім келеді өзім. Ал сол қызмет етуіміз үшін жаңағыдай мүмкіндіктер рет-ретімен орындалу керек. Сондықтан, мысалы үшін біз таңертең ерте тұр деген сөзді көп айтамыз, бірақ таңертең ерте тұру үшін істеу керек адам. Иә, бір ғана ерте жату мен өзім осыған соңғы кезде барып көріп, мен бала кезден бері неге мен осы сөзді ерте жату керектігін білмегенмін деп өзім мүмкін жүрмін. Ерте тұрған қандай пайдалы көп ісіңіз өнімді болады, денсаулығыңыз нығаяр, ісіңіз арта береді. Қазір осы күндік жоспарға күшейтуге көшкеннен бері мен соңғы 3 күн өзіме риза болып жүрмін. Соны сіздерге ұсынамын. Күндік жоспар күшейтуге. Облыс әкімі Нариман Төреғалиұлы өткенде бізге тапсырма берді. Әр мектептің оқушысы өзінің дәптеріне күнделігіне тапсырмасы деп күндік режим жасап, біз бастаушыларға, орта буынға, жоғары буынға дайындадық. Сол жоспар сіздерге мектептеріңізге жетті ме, бар ма сіздерде күндік жоспар режимі еді? Бар ғой. Ең тиімді құрал ертеден бері бізде педагогикада, жалпы біздің өмірімізде бар.
осы күштерді жүзеге асырсаңыздар сіздерден тиімді азамат сапалы кадр боласыздар, өз мақсаттарыңызға қол жеткізесіздер, ойлаған істеріңізді бәрін жақсы орындайсыздар деп ойлаймын. Былай болса, бір сағаттай талқылау жұмыстары жүрдік. Енді қорытындылау үшін Сейілбек өзіңіз қорытындылап жіберсеңіз. Көптеген тематикада пікірталастық меселесі бар. Енді жаңа Елдос Набиолла айтып отыр ғой, күндік жоспарды қалыптастыру керек дейді. Ол да дұрыс. Бірақ мен өзім мысал берейін. Все начинается с дисциплины. Если будет дисциплина, можно достичь многих задач. А если нет дисциплины, есть только талант, да, вы можете как ярко звезда вспыхнуть, но со временем это все угаснет. Сол үшін үлкен жетістіктерге жетем деген ниеттеріңіз болса, біріншіден өздеріңізге тәртіп қалыптастыру керек. Сол тәртіп қалыптасатын болса, кейін привычкаға айналсақ, привычкаға айналғаннан кейін ол өзіңіздің өмірлік ұстанымыңызға айналады. Өмірлік ұстанымыңызға айналатын болса, кейін кез келген қоғамдағы өмірлік төзбеушіліктерге сіз жауап бере аласыздар. Сол себепте енді қазіргі таңда мемлекет тарапынан үлкен ауқымды жұмыс жүріп жатыр. Оның ішінде қазіргі таңда жаңа конституция қабылданды, ол біріншіден бастап күшіне енетін болады. Қазіргі таңда енді осы үлкен реформалар аясында осы реформаны іске асыратын сіздер ұмытпауларыңыз керек. Және екіншісі, болашақ өздеріңіздің мамандықтарыңызды аңдаған кезде қазіргі қоғамда болып жатқан өзгерістердің міндетті тиіскер. Қыздарыңызға рахмет. Оқуда жалпы ойлаған оқығандарыңызға бәріне жетістікке жете беріңіздер деп тілек білдіремін.